Өткен аптадан бері қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселе банк картасы арқылы жасалатын төлемдерді тексеріп бақылауға алу. Қаржы министрлігі тарапынан жасалған ұсыныста төлем карталары арқылы жасалатын операцияларды бақылауға ала отырып, салықтан жалтарған кәсіпкерлердің табысын анықтау арқылы бюджетке түсетін салықты ұлғайту көзделуде. Бұл бастама төлем картасы арқылы сауда жасап, ақша аудару операцияларын жүргізетін қарапайым халыққа жүк болады, дейді депутат Перуашев. Ол осы ұсынысқа үзілді-кесілді қарсылық білдіріп, сынға алды. Бірақ соның үстінде салық салу, одан салық жинау деген меніңше ол дұрыс емес. Себебі бұл карточка арқылы қарапайым халық өзіне мына күнделікті түрде товарлар алып отыр, қызмет алған қызмет үшін төлеп жатыр. Бұл негізінде ешқандай бір салыққа жатпайтын дүние деп санаймын. Ел президентінің жолдауында үкіметке шағын бизнесті алдағы 3 жылда салықтан босату туралы тапсырма берілгенін еске салған Перуашев, бұл бастама бизнеске кедергі болатынын айтады. Ал бірақ оның үстінде салық салу деген меніңше бұл ең алдымен біздің кәсіпкерлікке үлкен бір кедергі болып кетуі мүмкін. Бір, екіншіден бұл жеке азаматтардың, қарапайым халықтың заңды құқығына нұқсан келтіру меніңше. Ал бас банкир Ерболат Досаевтың пікірінше, көлеңкелі экономиканың үлесін азайту үшін жасалып отырған ұсыныс дейді. Хочет видеть, что с этих платежей платятся налоги. Банк арқылы жасалатын ақша аударымдарына салық салынады деп ойламаймын. Тек осы төлемдерден салық төленіп төленбегенін көріп отырғысы келеді. Бұл мәселені ұлттық банк пен қаржы министрлігі бірлесіп қарап жатыр. Қолма-қол ақшасыз төлем жасау көлемі ұлғайса, бюджетке түсетін кіріс те артуы керек деп ойлаймын. Бұл қалыпты нәрсе, себебі ақша көлеңкелі экономикадан шығады. Депутаттың мәліметінше, табысы жылына 10 мың доллардан асатын қазақстандықтардың үлесі небәрі 0,4%-ді құрайды. Халықтың 97%-і жылына 10 мың доллардан аз табыс тапса, Қазақстанның бүкіл кірісінің жартысы 162 адамға тиесілі екен. Сондықтан 0,4% үшін қазақстандықтардың қалған 99%-ын дүрліктіріп, үркітіп қорқытудың қажеті жоқ, дейді Перуашев. Одан да миллиардтап пара алып, ақшасын офшорға шығаратындарды аңдыңдар деген кеңес берді үкіметке. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.